2027 жылдан бастап ұбт болмайды, сат болады. Мемлекеттік грант саны артады ма? Бұл келешекте бұл имтихан ұбт деп те айта алмаймын. Қазіргі кезде 50 балмен, 60 балмен тіпті сіз мұғалімдік мамандыққа ақылы бөлімге де бара алмайсыз. Қазіргі уақытта ETS компаниясымен келісімшартқа қол. 2027 жыл ұбт жойылады. Гранттардың саны азая ма? Демек азаяды. Құрметті достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз талапкерлерге, ата-аналарға, сонымен қоса білім саласындағы мамандарға өзекті тақырыптардың біреуі ұлттық бірыңғай тестілеу туралы сөйлесетін боламыз. Жалпы өздеріңіз білесіздер, ұбт 2003 жылдан бері елімізде жоғары оқу орындарына түсу емтиханы болып табылады. Осы уақытқа дейін біраз реформалардың өткен болатын. Мысалға айтатын болсақ, 2017 жылы реформа, ол кезде ұлттық бірыңғай тестілеуі бізде мектептегі қорытынды аттестаттаудан бөлініп, өзі жеке дара тек қана жоғары оқу орнына түсетін емтихан болып бөлінген болатын. 2021 жылы ұлттық бірыңғай тестілеу бізде электронды форматқа өткен болатын. 22 жылдан бастап талапкерлерге ұлттық бірыңғай тестілеуді бірнеше рет тапсыруға мүмкіндік берген болатын. Бұл реформалардың барлығы жалпы талапкерлерге әсерін тигізбей қоймады, өте оңды әсерін тигізді. Жақында естіп жатқан шығарсыздар, ұлттық бірыңғай тестілеу тағы да бір кішігірім реформаға ұшырамақшы. Осы мақсатта қандай реформа болайын деп жатыр? Осы реформаның жоспары қандай? Бұл ақпараттарды білу үшін ресми қонағымызды шақырып отырмыз. Сол қонағымызбен таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрінің кеңесшісі Руслан Тоқтабекұлы келіп отыр. Қош келдіңіз, Руслан Тоқтабекұлы. Қош көрдік. Ең бірінші осы біздің подкастымызға келіп, уақытыңызды бөліп, пайдалы ақпаратпен бөліскелі отырғаныңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді алғашқы сұрағымыздан бастайтын болсақ, ең алғашқы сұрағымыз енді ұбт форматы өзгеріс жайлы болмақшы. Алдағы 1-2 жылда осы ұбт форматы қалай өзгереді, нақты қандай жоспарлар, өзгерістер жоспарланып отыр, сол туралы бір кішігірім айтып өтсеңіз. Енді жаңа өзіңізді атап өттіңіз, ұлттық бірыңғай тестілеу жалпы еліміздің білім саласында, қоғамда өте маңызды емтихандардың бірі. Тарихқа да үңілетін болсақ, 2004 жылы, 2003-2004 оқу жылында осы ұлттық бірыңғай тестілеу пайда болды. Оның ең басты бір ерекшелік, ол кезде әр талапкер өзінің ауданынан, өзінің қаласынан шықпай, өзінің оқып жатқан мектебін бекітілген тесттеу орталығына барып тест тапсыратын. Және ол тесттің нәтижесі тек қана жоғарғы оқу орнына түсу емес, ең маңыздысы ол жерде оны аттестатқа баға қойылатын. Мысалы, бала мектепте жаңағы Қазақстан тарихын немесе математиканы өмір бойы 4-ке немесе 5-ке оқып келе жатып, Құдай сақтасын, егер керекті балды жинай алмай қалса, ең соңғы алған нәтижесі ұбт-да сол қойылатын. Әрине, бұл жерде біз бір мәселені түсінуіміз керек. Қазіргі кезде жалпы ұбт-ны жүйе ретінде алатын болсақ, көптеген сындар айтылған кездерде болды. Бірақ ұбт негізінен сол кездегі өзінің миссиясын, тарихи миссиясын толыққанды атқарып өтті десек болады. Себебі сол кездерде әлеуметтік жағдайды ескерсек, экономикалық жағдайды ескерсек, әрбір ата-ананың баласын қалаға алып кеп емтиханнан өткізу әлі үйреншікті емес, инфраструктураның дамымаған бір кезеңінде әр талапкер өзінің ауылынан, ауданының аумағынан шықпай тест тапсырып, сол тесттің нәтижесімен қалаға бармай-ақ жоғарғы оқу орнына түсуге керемет бір мүмкіндік алып отырды. Одан кейін де жаңа өзіңіз атап өткенде ең маңызды реформа 2017 жылы болды. Бұл жерде нақты маңызды бір нүкте қойылды. Ол ұлттық бірыңғай тестілеу 2017 жылдан бастап тек жоғары оқу орнына түсу емтиханы болды. Бізде қазақта өте жақсы сөз бар: ауру қалса да әдет қалмайды дейді. Бірақ сол 2017 жылда осы шешім қабылдағанына қарамастан, өкінішке қарай, белгілі бір кезеңдерде, тіпті осы уақытқа дейін, соңғы бір 2 жылға дейін де кейбір өңірлерде, кейбір мектептерде талапкерлерге жоқ, сендерден ұбт-дан алтын белгіге үміткер болсан, қаңтар ұбт-дан 100 балдан төмен алмауым керек, егер төмен алатын болсан деген сияқты көптеген бұл айтылды. Сол 2017 жылда негізгі реформаның басты мақсаты мына рейтинг, мектеп аралық, аудан аралық, облыс аралық рейтингтерден қашып, нақты талапкерге психологиялық тұрғыдан қатты жүктеме бермеу болатын. Ол да негізі осы жасалынған қадамдардың арқасында
толыққанды шешілді деп айтуға болады. Себебі бұрындары егер талапкерлер ұбт-ны бір рет тапсыратын болса, қазіргі уақытта 5 рет тапсыру мүмкіндігіне бір академия бір жалпы календарлық жыл ішінде, күнтізбелік жыл ішінде ол қаңтар ұбт, наурыз ұбт, одан кейін тіпті негізгі нағыз ұбт-ны, шынайы ұбт-ны балалардың тілімен айтатын болсақ, оның өзін 2 рет тапсыру мүмкіндігіне ие, және тамыз ұбт. Осы ұбт-ны тапсыру мерзімінің көбеюі және электронды форматқа 2021 жылы өтуі, талапкердің кез келген сұрақты қайтадан дұрыстау мүмкіндігіне ие болу, осының барлығы апелляцияға беру жеңілдеуінің бәрі талапкерлердің жалпы ұбт-ға деген сенімінің соңғы жылдарда артуына өте үлкен септігін тигізді Фархат мырза. Тіпті статистикаға қарайтын болсақ, соңғы жылдарда ұбт-ны тапсыру бала мәжбүр емес. Қаласа тіпті ұбт-ны тапсыру, бірақ соған қарамастан жыл сайын Қазақстандағы мектеп бітіруші түлектердің 80%-ға жуығы ұбт-ны өз еркімен барып тапсырады. Өз еркімен барып тапсырады. Енді қазіргі кездегі оқиғаға келетін болсақ, әрине заман өзгеріп жатыр, жасанды интеллект пайда болып жатыр, жаһандану процесі. Тіпті біздің қазіргі кезде оқып жатқан балаларымыздың өзі басқа бір ұрпақ қой. Иә, біз жаңағы Z ұрпақ деді, кейін қазір альфа ұрпақ келе жатыр деген сияқты. Соның барлығы мына ұбт-ның жаңа бір форматқа ауысуына уақыты келгендігін көрсетіп жатыр. Бірақ бұл жерде де ерекше атап өту керек болған маңызды бір мәселе бар. Ғылым және жоғары білім министрлігі бұл ұбт-ның енді біз форматының өзгеруінен бұрын біз бұл келешекте бұл емтихан ұбт деп те аталмауы мүмкін. Енді біз үйреншікті болғаннан ұбт дейміз, себебі қазіргі кезде бұл жоғары оқу орнына қабылдау емтиханы ғой. ұбт-ның форматын ауысқаннан бұрын ұбт-ны дамыту дейміз біз. Осы жағынан келетінбіз, себебі ұбт-ның соңғы жылдарда да өте маңызды өзгерістер болды. Бұны қазіргі қабылданған шешім бұл бір күнде пайда болған шешім емес, бұл жылдар бойы жинақтаған тәжірибені ары қарай жалғастырып алып дамыту болатын. Сондықтан бұл неге туындап жатыр? Себебі жасыратын жоқ, әрине ұбт ол тест форматында өтеді. Тест форматының бір ыңғайлылығы қазіргі кезде қолданыстағы ең жақсы жүйе. Ең керемет жүйе деп айта алмаймын, бірақ қолданыстағы объективті көзқараспен қарасақ, қазіргі кезде тестілеу жүйесі ол ең қолданыстағы жүйе. Біріншіден, сіз қысқа бір мерзім ішінде 200 мыңға, 100 мыңға жуық баланы бір уақытта тестілеуден өткізе аласыз, нәтижесін толыққанды көре аласыз, және Қазақстанның мемлекеттік білім грантын беру жағынан өте қолайлы. Бір уақытта шешім шығады, нақты бәріне грант беріледі деген сияқты. Бұл себебі ұбт-ны біз бөлек қарастыра алмаймыз. Қазіргі кезде ұбт мен мемлекеттік грант беру екеуі бір жүйенің екі былайша айтқанда элементі болып отыр. Сондықтан бұл неге пайда болып жатыр? Себебі қазіргі кезде мысалы IT саласы бар. Қазір жыл сайын мемлекет тарапынан 11 мыңға жуық грант беріледі, 21 ғасырдың мамандығы дейміз. Қазіргі кезде математика, информатика тапсыратын талапкерлер барады. Бұрындар ол жерде тек қана ақпараттық технология, ақпараттық қауіпсіздік және информатика пәні мұғалімдер болса, соңғы жылдарда ол жерге криптология деген не қосылды. Бұл енді ерекше кодтармен жұмыс істейтін. Әрине тестпен IT саласына баратын баланың IT-ға дағдысы бар ма, толығымен анықтау қиын. Тым болмағанда ол ең қарапайым бір кодинг жүйесін жасай білу керек. Немесе ағылшын тіліне баратын. Қазіргі кезде педагогикалық мамандықтар, құдайға шүкір, соңғы жылдарда талапкерлердің мемлекет тарапынан жасалған нақты қадамдардың арқасында талапкерлердің сұранысы, қызығушылығы өте жоғары. Негізі педагогикалық мамандыққа сұраныс әрқашанда жоғары болған. Әрқашан. Бұл енді мұғалімдікті біз өлмейтін бір мамандық дейміз ғой. Бірақ соңғы жылдарда бір қуантатыны, шекті балл жоғарылағаннан кейін, шәкіртақы жоғарыланғаннан кейін, одан кейін мұғалім мәртебесі туралы заңның қабылданғаннан кейін, сол заң аясында мұғалімдарға төленетін жалақының жоғарылауы. Әрине білім саласында мәселе көп, бұл өте күрделі бір мәселе, әлеуметтік сала болғаннан кейін. Бірақ соған қарамастан соңғы жылдарда осы маңызды қадамдар жасалуында талапкерлер бұрын да көп баратын, бірақ маңызды бір нәрсені айту керек, жақсы оқитын талапкерлер мұғалімдік мамандыққа баратын болды. Егер бұрындары педагогикалық мамандыққа 50 балмен, 60 балмен грантқа түсіп кету мүмкіндігі болса, қазіргі кезде 50 балмен, 60 балмен тіпті сіз мұғалімдік мамандыққа ақылы бөлімге де бара алмайсыз. Себебі мемлекет тарапынан бекітілген шекті балл 75. Мысалы, ол жерде шет тілі мұғалімі деген мамандық бар. Енді бұрындар екі шет тілі дейтін, қазір шет тілі мұғалімдерін даярлау бағыты. Өткен жылы
ол жерге бейінді пәндер бізде УБТ-да дүниежүзі тарихы мен ағылшын тілі. Өткен жылы минималды балл грантқа 123 болған болады. Ойлаңыз, 140-тан 123 балл. Жалпы конкурс бойынша демек 122 балл алған талапкер оған грантқа түсе алмаған. Бірақ бұл жерде мынандай бір мәселе туындайды. Жоғарғы оқу орындары сол бағытта жұмыс істеп жатқан мамандарын көп айтады. Я, талапкер келді, жақсы. Ағылшын тілін тестте жақсы жауап береді. Бірақ өкінішке қарай олардың сөйлеу дағдылары, спикинг жақсы дамымаған, райтинг, жазылымдары жақсы дамымаған. Сондықтан осының бәрін ескере отырып, мына жаңа форматтағы елдің аузында қазіргі кезде оқушылардың несінде жүрген форматта ОБТ осы дағдыларды анықтап беру керек. Яғни ОБТ дегеніміз ол баланың қаншалықты академиялық білімі мықтылығын ғана өлшемей, сол талапкердің жоғары оқу орнының студенті болуына сол бағыт бойынша дағдыларының қаншалық дамығанын анықтайтын бір емтихан болу керек. Сол себептен қазіргі кезде халықтың көбі шатасып, өкінішке қарай кейбір эксперттер де осыны дұрыс емес түсініп айтып жатыр. Ойбай, ОБТ-ның орнына SAT келеді екен, SAT келеді екен. Тіпті сол SAT мен әлеуметтік желілердің өте белсенді қолданушысымын ғой. Қарап отырам, комментарийларды қараймын, тіпті кейбір сол SAT SAT-қа дайындайтын немесе ағылшынша үйрететін курста сол жаққа қатты басымдық беріп рекламасын жасап жатыр. Олды 2027 жылдан бастап ОБТ болмайды, SAT болады, сондықтан SAT-ға дайындалыңыздар деген сияқты. Оның бәрі дұрыс емес ақпарат. Ғылым және жоғары білім министрі де Саясат Нұрбекұлы да өткенде де Алматы қаласында алқалы жиын өтті. Сонда да ұлттық тестілеу орталығының басшысы Болатбек Серікбайұлы да Абдрасилов те әлеуметтік желісінде де өзінің фейсбугында да бұған қатысты өте жақсы бір постта жариялады. 2027 жылда, 26 жылда, 27 жыл ОБТ қалады. Жаңа форматқа келетін бұл ОБТ енді қазіргі кезде атауы AIT болып тұр ғой. Енді AIT деген ол Admission Insight Test деп атау. Бұл нақты бұл атау емес. Бұл қазіргі кездегі жұмысшы атауы. Жұмысшы атауы, яғни топ жұмысшы атауы отыр. Бұл бойынша мен маңызды бір мәселе айтайын. Мына ОБТ-ның бұл бағытта өзгеруіне әрине қазіргі уақытта ETS компаниясымен келісімшартқа қол қойылды. Ұлттық тестілеу орталығы мен ETS компаниясының қол қойды. Неге ETS деген сұрақ туындауы мүмкін? Себебі бұл салада енді жалпы компаниялар өте көп қой. AQA деген британиялық компаниясы бар, A-level саласында жұмыс істейтін, немесе College Board деген компания бар, SAT SAT имтиханын негізгі өткізетін College Board деген компания. Сонау 20-шы ғасырдың басында негізі қаланған. Одан кейінгі мысалы Қазақстанда Назарбаев зияткерлік мектептерінің қабылдау имтиханында маңызды рөл атқарған CITO деген нидерландық компания бар. Осылардың ішінен неге ETS таңдалып алынды дегенде, әрине бұл жерде өте маңызды зерттеу жұмыстары жүргізілді. Әр осы халықаралық деңгейде жұмыс атқаратын компаниялардың артықшылығы мен кемшілігі де ескерді. Соның ішінен осы ETS компаниясы таңдалып алынды. Неге колледж борд емес сияқты көп салыстырып сұрап жатады көбінесе. Енді себебі британиялық білім ол қалайда болмасын біраз консервативті қой, біз білеміз. Американдықтың білім ол мына SAT болсын, SAT имтиханы болсын, ол жоғарғы оқу орнына түсуге бейімделген. Колледж борд, ол қазіргі кезде SAT-ді негізгі өткізетін, дайындайтын компания. Бірақ негізі ETS компаниясы да бір кездері сол SAT имтиханының сұрақтарын дайындаумен айналысқан. Яғни ETS компаниясының бұл жерде енді мен ойлаймын, біреудің бір артықшылығын айтып бір компания кемшілігі, бірақ ETS компаниясының ең басты бір ерекшелігі және артықшылығы олар зерттеуге, research based, зерттеуге өте қатты көңіл бөледі. Бұған байланысты олардың маңызды институты бар компанияның құрамында. Осының бәрін ескеріп, осы компаниямен келісімшартқа қол қойылды. Бұның бастамасы сонау 2025 жылдың қыркүйегінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев сол ETS компаниясының басшысы Amit Sevak пен Нью-Йорк қаласында кездесу өткізген болатын. Сол кездесуде осы бағыт бағдарлар беріліп, нақты президент тарапынан да тапсырма берілді. Бұл бір. Демек, ол компания тек қана тест емес, сонымен қатар дағдыларды анықтайтын етеді. Қазіргі уақытта нақты жаңа форматтың қандай болатыны Фархат мырза белгісіз. Бұл
жұмыс жүреді. Сондықтан ETS компаниясы неге таңдалып отыр? ETS компаниясы жаңа форматты шығармастан бұрын қазақстандық мамандармен бірлесе отырып бірінші кезекте зерттеу жасайды, сауалнама жасайды. Сол зерттеу мен сауалнаманың нәтижесінде ғана барып жаңа емтиханның форматы, жүйесі белгілі болады. Қазіргі кезде нақты мынандай формат екен деп сізге ешкім айта алмайды. Себебі жұмыс бұл бағытта жүріп жатыр. Жаңағы біз айтқан AIT дегенде бұл жаңа форматтағы емтиханның жұмысшы бір атауы. Бұл бір. Екінші, жаңа дағдыларды анықтауға дедік. Екінші маңызды бір осыған түрткі болған оқиғалардың бірі, бұл президенттің тапсырмасы бар. Арнайы ғылым және жоғары білім министрі Қазақстанда шетелдік жетекші, шетелдік жоғарғы оқу орындарының филиалдарын ашу, яғни бөлімшелерін ашу. Яғни Қазақстан ол жалпы орталық Азияның, тек Орта Азия емес, орталық Азияның білім беру хабына, яғни орталығына айналу керек. Educational Hub of Central Asia деген өте үлкен маңызды бір тапсырмасы бар. Осы тапсырманы жүзеге асыруда ғылым және жоғары білім министрі өте маңызды, қарқынды жұмыстар атқарып жатыр, атқарылды да, қазіргі уақытта атқарылып жатыр. Қазақстанға Кардиф сынды Russell Group компаниясының құрамындағы беделді жоғарғы оқу орындарының бірі британиялық Астана қаласында өзіне ашылды. Кавентри университеті Астана қаласында ашылды. Тіпті ең маңыздысы, мысалы, Аризона университеті. Америкада өзі екі университет бар, Аризона университеті бар, және Аризона Стейт университеті бар. Аризона университеті Қозыбаев университетінде бағдарламасы іске қосылды. Херриот Уатт деген компаниямыз жоғарғы оқу орны шотландиялық, ол да Ақтөбе қаласында ашылды. Одан кейінгі оңтүстік Қазақстанда Қызылорда облысында Қорқыт Ата университетінің базасында Сеул Тех, яғни өзі Қазақстанда 13 ұлттық статус бар жоғарғы оқу орны бар. Мына соңғы Қарағанды Бөкетов университеті қосылды. Оның алдында Таразда су және ирригация университеті ашылған болатын. Сол 12-13 қазіргі ұлттық университет бар. Сол оңтүстік Кореяда шектеулі ғана ұлттық деген статус бар университеттер бар. Соның біреуі бірегейі IT саласында мықты, әсіресе жасанды интеллектте майталма мамандар дайындайтын Сеул Тех қазіргі кезде Қорқыт Атада міне 2025 жылдың қыркүйегінен студенттерді қабылдап бағдарламасын іске қосты. Одан да маңыздысы, Түркістан қаласында ғылым және жоғары білім министрлігі, Түркістан облысының әкімдігі және Вусонг университеті, бұл да оңтүстік Кореяның университеті, олар да өзінің толыққанды филиалын ашты. Кәдімгі әкімдік тарапынан ғимарат бәрі берілді. И Вусонгтың сол жердегі әріптестермен кездесуге барғанда ең маңызды олардың істеген бір өзгерісі жақсы. Мына биылғы жылы 150 грант бөлінді ол жаққа. Ол енді грант, ол облыстық әкімдік тарапынан беріліп отырған грант берілген болатын, 150 грант. Енді бірінші курсқа 150 студент қабылданды ғой, енді кешегі талапкерлер. Олардың тезірек жаңа адаптация болу үшін, тезірек бейімделу үшін, себебі мұғалімдер шетелден келген, оңтүстік Кореядан келген мұғалімдер, және болу үшін сол Вусонг университеті оңтүстік Кореядан қателеспесем 50-ге жуық па, 50-ден астам студенттерді алып кеп, аналармен Түркістанға алып кеп араластырған екен. Бұл да керемет жақсы бір кейс қой, тәжірибе. Сондай да нелер бар. Енді бұл ашылып жатқан, байқасаңыз, Фарат мырза, филиалдардың, бағдарламадан көбі тек қана Алматы мен Астана емес, қайда? Өңірлерде. Өңірлерде бұл жердегі бір көздеген мақсат, жаңа өңірлік университеттердің дамуына, ол жерде ғылымның дамуына, жалпы тек қана Алматы мен Астанаға ғана талапкерлерді жинай бермей, өңірлерге баруына бір жағдай жасау мақсатында осы әрекеттер істеліп отыр. Енді осы ашылып жатқан филиалдарда бұларға да бұл енді өте күрделі ғой. Олардың өздерінің бір қабылдау емтихан жүйесі бар. Олар әрине айтады, әрине біз Қазақстанға құрмет көрсетеміз, білім жүйесін сыйлаймыз. Бірақ ұбт бізге келетін талапкерлердің толық қанды дағдыларын ашып беріп жатқан жоқ деген сұраныс туындап жатыр. Осының бәрін ескере отырып, міне қазіргі уақытта осы бағытта өте үлкен қарқынды жұмыс жүріп жатыр. Тағы да айтайын, 2026 жылда, 27 жылда ұбт сақталады. Өзгеріс. Жаңа форматтағы ұбт ол бір уақытта келіп ене салмайды. Ол бастапқы кезде 2027 жылда, 28 жылдар мына қазіргі қолданыстағы ұбт-ның толықтырады. Екеуі қатар бірге жүреді. Мына жаңа форматтағы ұбт бірінші кезекте, оны өткенде де ұлттық тестілеу орталығының басшысы да өзінің баяндамасында да, постында да Болатбек Серікбайұлы атап өтіп кетті ерекше. Бастапқы кезде
жаңа форматтағы ұбт енді AIT ол Қазақстанда ашылған шетелдік жоғары оқу орындарының филиалдарының қабылдау имтиханында апробациядан өтеді бірінші кезекте. Одан кейін егер бәр нәрсе сәтті жолмен болып оңды болып жатқан кезде ғана барып не істейді, негізгі ұбт-ны алмастырады. Бұл да 2-3 жылдық Фархат мырза жоспар. Сол себептен 2027 жыл ұбт жойылады, мүлдем болмайды, сатқа дайындалыңыздар дегендердің бәрі бұл дұрыс емес. Қазіргі кезде шақырулар және ұрандар деп айтса болады. Көп рахмет. Өте толыққанды сұраққа жауап алдық деп ойлаймын. Оқушылар да, ата-аналар да бір үф деген шығар деп үміттенемін. Енді мына жерде сіз жаңағы айтып отқан жаңа форматтағы тестілеуде маңызды бір нәрсе айттыңыз деп ойлаймын. Жаңағы сұрақтардың құрамына, құрылысына келетін болсақ, ұлттық тестілеу орталығының директоры Болтбек Серікбайұлы да жаңағы айтқан постыңызда 2 блок туралы айтқан болатын, сұрақтардың. Біріншісі жаңағы пәндік сұрақтардың форматы былайша айтқан кезде сақталады. То есть пәндік білім ешқайда кетпейді. Осы нәрсені бір астына сызып кететін болсақ, ал тек қана қосымша бір білім, яғни 21 ғасырдың дағдыларын өлшейтін бір блок қосылуы мүмкін деген нәрсені айтсақ болады, осы жерде. Енді академиялық білім, ол ешқашан өзгермейтін нәрсе. Адамның қаншалықты дағдысы болса болсын, бірақ академиялық білімі ол негіз ғой, фундамент. Ол болмаса, ол дағды да соған қарай өзі қалыптасады. Сондықтан бұл жердегі де әрине академиялық білімнен ешкім қашып отырған жоқ. Балалар былай ойлап қалмау керек. Ой, жақсы болды ғой, мен тек қана қабілетін қалай анықтаймыз. Ол жерде де өзіңіз де осы саланың маманысыз ғой, тестологияны өте жақсы білесіз. Сұрақты өте сауатты, керемет құрастырса, сол сұрақ арқылы да баланың дағдысын анықтауға болады. Сұрақты қалай қолданды, қалай қолданды, қалай жауап берді. Тіпті бұл жерде мысалы қазіргі уақытта да бұл біз айтқым келіп отырған Қазақстанның мына бағалау жүйесі де негізінде өте үлкен тәжірибеге, жақсы мамандарға ие. Мысалы қазіргі кезде шығармашылық емтихандарда бізде де балалар барып эссе жазады. Ол енді ондай эссе қазір тек қана емес, мысалы қазақ тілі әдебиетіне баратын балалар да солай жазуы мүмкін. Бұл жерде тағы да қайталап өте айтып отырсыз, академиялық білім бірінші кезекте. Мысалы егер техникалық мамандыққа баратын бала физиканы өте жақсы білу керек. Медицинаға баратын бала ол биологияны өте жақсы білу керек. Қазақ тілі әдебиетіне баратын бала қазақ әдебиетін жақсы. Сонымен бұл жерде балаларда бұл өте маңызды не. Саттың өзінде де сондай ғой. Саттың өзінде де тек қана дағды анықтайтын бір емтихан емес қой. Ол жаңағы бұрындары болатын SAT reasoning, SAT subject деген болды. Қазір AP деген нелер шығып жатыр. Сондықтан ол жерде де кәдімгі академиялық білімі жоқ, бірақ ол жерде сұрақтар сондай бір сапалы құрастырылған, сол сұрақты жауаптары арқылы баланың қосымша дағдысын анықтауға болады. Енді Қазақстанда да бұл жүйе бар. Мысалы жаңа да біз айтып отырған Назарбаев зияткерлік мектептерінің қабылдау имтихандарында психометриялық анализ жасалынады. Білім инновация лицейлерінде балалардың логикалық сұрақтармен қосымша дағдыларын анықталады. Сондықтан бұл функционалды сауаттылық дағдыны анықтаудың бастамасы, біз сізбен айтқан 2017 жылы функционалды сауаттылық, оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылығы енгізілуімен басталды ғой. Біздің көп нәрсемізді түсінбейтініміз негізде оқу сауаттылығы деген негізде керемет бір пән деп айтамыз ба, өте маңызды бір бағыт. Бізде өкінішке қарай 2017 жылы осы оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылығы енген әрине математикалық сауаттылықтың математика пәні мұғалімдері берді, жарайды. Бірақ оқу сауаттылығын сол кезде көбінесе біз кімдерге итеріп қойдық? Қазақ тілі әдебиет пәні бар. Вот сіздер бұл оқу, бұл мәтін негізінде ол жерде қазақ тілінің грамматикасы, орфографиясы, ештеңесі сұралмайды ғой. Ол жерде мәтін беріледі, сол мәтінді оқып, соны анализ жасап, маңызды соған келетін сұрақтарға жауап беру өте маңызды болатын. Сондықтан негізінде оқу сауаттылығын міндетті түрде қазақ әдебиетінің пәні мұғалім береді деген бір заңдылық жоқ. Оны мәтінмен жұмыс істей алатын кез келген адам бере алады. Және мәтінмен, егер мәтін өте сауатты құрастырылса, сұрақтарды өте сауатты құрастырылса, мәтінді оқу сауаттылығына жауап беретін бала, талапкер, ол мықты дегенді білдіреді. Сол жағынан біраз ойлаймын, түсініспеушілік бір бізде жетпей жатыр. Керемет. Яғни енді мен ойлаймын, осы берген жауаптарыңызға сене отырып, ата-аналарда, оқушыларда жалпы сұрақтар болмайтын шығар деп ойлаймын. Өте маңызды, тағы да толықтыра кетейін, маңызды бір не, тағы да айтайық. Ол 2027 болсын, 28 болсын, 29 болсын, бала қазіргі уақытта
тоғызыншы сыныптың баласы 10-шы сыныптың баласы өзінің бағытын анықтаса, сол жағынан физикасы мен несіне дайындала беру керек, тереңдей дайындала беру керек. Сондықтан бұл жерде бір күтіп отырып, ойбай бір формат қалай болады екен. Формат қалай болса болсын, академиялық пәндер ол міндетті түрде қалады. Енді жақын арада министрлік тарапынан болсын, ұлттық тестілеу орталығы тарапынан болсын, бұл жаңалықтардың бәрі жарияланды деп ойлаймын. Сондықтан еш уайымдаудың қажеті жоқ, ата-аналар болсын, оқушылар болсын. Рахмет. Енді онда келесі сұраққа өтсек, енді жалпы білес, статистикаға сүйенетін болсақ, осы өткен жыл 2025 жылы мектепті бітірген түлектердің саны 216 мың болды. Сол оқушылардың 210 мың ұбт-ға тапсырды. Биылғы бітіретін түлектердің саны енді оқу ағарту министрлігінің мәліметтеріне сүйенетін болсақ 232 мың екен. Енді мынандай бір қызық сұрақ туындайды. Бұл ата-аналар тарапынан да, оқушылар тарапынан да өте көп қойылып жатады бұл сұрақ. Оқушы саны артып жатыр ғой. Осыған орай мемлекеттік грант саны артады ма деген осындай сұрақ қояды көп ата-аналар, оқушылар. Өте маңызды бір сұрақ. Негізінде бұл заңды бір сұрақ негізінде. Заңды бір сұрақ. Енді өткен жылы жалпы ғылым және жоғары білім министрлігі тарапынан бакалавриат бағытына 78 мыңға жуық грант бөлінді. Бұл гранттардың басым бөлігі бұл инженерлік техникалық бағытқа, себебі бұл Қазақстанның еңбек нарығында жалпы келешекте заман талабына сай инженерлік техникалық мамандықтарға сұраныс болғаннан кейін гранттардың 60% осы бағытқа бөлінеді. Және өте маңызды бір статистиканы айтып отырсыз. Соңғы жылдарда шында демографиялық бір өсім бар. Өте қарқынды бір өсім бар. Мысалы, және сіз өткен 2024 жылы жалпы Қазақстанда 8 мыңға жуық мектепті бітірген түлектердің саны 186 мың болды. Өткен жылы енді 217 мың деген бір нені бағындырып, биыл 232 мың, 31 мың көлемінде, келесі жылы одан да көп болады. Демек, гранттың саны соған қарай көбейе ме деген бұл заңды бір сұрақ, бірақ бұл жерде бір нәрсені біз ұғынуымыз керек, Фарат мырза. Грант дегеніміз не? Бізде грант деген ол мемлекет тарапынан қаржыландырылатын бағыт. Сол себептен бұл мемлекеттік тапсырыс дейді. Мемлекеттік тапсырыс. Сондықтан мемлекеттік тапсырыс ол тікелей түлектердің санының көбеюіне қатысты емес. Ол еңбек нарығындағы мамандардың қажеттілігіне қарай бөлінеді. Қарапайым ғана бір мысал берейін. Жалпы ұбт-ның тарихында ең көш бастап тұрған математика мен физикадан кейінгі бейінді пән ол биология, химия, биохим. Өзіңіз де химия пәнінің маманысыз, өте жақсы білесіз, биология, химияны тапсырады. Биология мен химияны тапсырған балалардың негізгі арманы басым бөлігі ол медициналық мамандыққа түсу. Медициналық мамандықтың ішіндегі ең патшасы ол стоматология. Патшайымы. Тіс дәрігері болу көбінің арманы. Тіс дәрігеріне жыл сайын грант өте аз бөлінеді. 20 ғана грант бөлінеді. Қанша жыл бойы 20 грант бөлінді, 20 грант келді. Биылғы жылы бір қызық бір оқиға болды. 2025 жылы, 2025-26 оқу жылына стоматолог қанша грант бөлінді, Фарат мырза? Грант бөлінген жоқ. Мүлдем грант бөлінген жоқ. Бірақ түлектердің саны көбейіп жатыр ғой. Көбейіп жатыр. Бірақ негізінде ол динамика қарасақ, биылғы жылы тым болмағанда 20 емес, бір 23 па, 25 па грант бөліну керек еді. Бірақ денсаулық сақтау министрлігі айтты. Қазіргі кезде медицина саласында, еңбек нарығында стоматолог мамандар жеткілікті. Сол себептен оларға грант берудің ешқандай қажеттілігі жоқ. Сол себептен бұл да бір айқын бір дәлел. Яғни денсаулық сақтау министрлігінің биыл стоматология мамандығына грантты мүлдем бөлмеуі бұл нені білдіреді? Демек, грант ол түлектердің санына қарай емес, еңбек нарығындағы мамандардың қажеттілігіне қарай бөлініп отырады. Бұны да міндетті түрде мен ойлаймын ескеру керек. Енді бұл жерде жыл сайын кейбір бағыттар бойынша гранттардың саны азая ма? Демек, азаяды. Бұны да біз қабылдауымыз керек. Толығымен грант азайып кетпейді, бірақ осы стоматология сияқты мүмкін келешекте қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімдері Қазақстанда қазіргі кезде жеткілікті болуына байланысты ол бағытта да гранттардың саны азаюы мүмкін. Көптен бұл жерде еңбек нарығын өте жақсы білу керек. Жаңа бір сан айтып кеттіңіз, 78 мың грант бакалавриатқа бөлінеді деп. Енді стоматологияда 20 грант мысалы ретінде азаятын болса, ол 20 грант басқа мамандыққа қосылуы мүмкін ба?
әлде жалпы Бұл жалпы жоқ ол жерден еңбек мемлекеттік грант бөлінген деген ол демек 20 грантқа азаяды деген сөз. яғни бұл не деген сөз? Болашақта қазір 78 мың грант болатын болса, белгілі бір уақыттан кейін гранттың саны Азаюы да мүмкін. азаюы да мүмкін. Азаюы да мүмкін. Бұл енді бұл тек қана бір адамның шешімі емес қой. Иә. Бұл жалпы зерттеулер нелер жүргізіледі, еңбек нарығы қаралып, соған қарай гранттардың саны да азаюы мүмкін. Кейбір бағыттар бойынша керісінше гранттың саны көбеюі де мүмкін. Мысалы қарасаңыз, IT-ға бұрындары осыншама грант бөлінбейтін. Қазіргі кезде мысалы IT бағытында бәрі жоқ 5 ғана мамандық болғанына қарамастан бағыт. Қазіргі кезде гранттың саны ол жерде қанша болып отыр? 11 мыңға жуық грант бөлініп отыр. Как раз осы сұраққа байланысты өткен жылы ең көп бөлінген грант бөлінген бағытты бір атап жіберсеңіз. Енді бірінші кезекте көш бастап тұрған бұл инженерлік техникалық бағыттар. Жалпы 18 мыңнан астам грант, 19 мыңға жуығы осы бағытқа бөлінеді. Бұл енді басым бөлігі математика, физика бейінді пәндерін танытады. Екінші орында бұл педагогикалық бағыт. Соңғы жылдарда өте қарқынды, әсіресе жақсы оқитын талапкерлердің бар жатқан, менде тіпті мында бір статистикалық мәлімет бар. Мысалы, Фархат мырза, қараңыз, өткен жылы 2025 жылғы грант конкурсына құжат тапсыру бойынша жалпы 113 мың талапкер грант конкурсына құжат тапсырған екен. 113 мың талапкер. Оның 27 мыңы педагогикалық ғылымдарға тапсырған. 9800-і өнер және гуманитарлық ғылымдарға тапсырған. 7 мыңы әлеуметтік ғылымда, журналистика және ақпаратқа тапсырған. 7700-і бизнес басқару және құқыққа тапсырған. Мысалы 21100-і инженерлік өңдеу және құрылыс салаларына бұл тапсырып отыр. Енді бұл талапкерлердің құжат тапсыруы. Ал грант бойынша жаңа айтқанда 19 мыңға инженерлік, 15 мыңға жуығы бұл квотамен бәрін, педквотамен бәрін педагогикалық бағыттарға, 11 мыңға жуық грант ол IT саласына бағытына бөлініп отыр. Негізі 3 көшбасшы бағыттар осылар. Көп рахмет. Енді жалпы білеміз, бір грантқа енді бірнеше оқушы таласады деген бір статистика бар ғой. Осы бойынша өткен жылы грант конкурсы нәтижесі бойынша ең көп таңдалған мамандықты бір айтып өтсеңіз. Негізі ешқашанда мына дүбірлі додада, грант додасында көш бастап ешкімге бірінші орын бермейтін бір мамандық болатын, стоматология болатын. Бір орынға 35 балаға дейін таласатын. Енді өткен жылы грант бөлінуіне байланысты ол мамандық енді жалпы ол статистикада жоқ. Менде нақты ресми мәлімет бар, сонымен де сізбен бөлісейін. Өткен жылы ең көп бір гранттық орынға болған ең үлкен байқау, бірінші орында аудармасы тұр. Бір орынға, грант орнына 16 талапкер таласқан екен. Екінші орында халықаралық қатынастар және дипломатия тұр. Ол жерде бір орынға 13 бала. Үшінші орында психология тұр. 12. Төртінші орында дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау. Бұл шығармашылық бағыттағы, бұл жерде енді 11 бір орынға 11 бала таласып отыр. Бұл жерде 500-ге жуық жалпы өзі грант бөлінеді. 11 бала бір орынға таласып отыр. Одан кейін сән және дизайн келеді. 11 бала. Одан кейінгі келесіде хореография және құқық. Бір орынға 8 баладан осы жалпы. Бұл жерде көрдіңіз ба, Ғалымыза? Бұны да осыдан ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбекұлы да бұны да айтады ғой. Жалпы бізде өкінішке қарай кәсіби бағдарлау дейміз, профориентация жақсы керекті деңгейінде емес. Бізде балалар екі жағынан барады мамандыққа. Не грант көп болған үшін барады, не престиж болған үшін барады. Мысалы, мына жерде халықаралық қатынастар және дипломатияға балалардың барлығы ол жерде ол мамандыққа жаңағы дағдысы болғаннан кейін, қызығушылық болғаннан кейін, ол танымал болғаннан кейін, престиж болғаннан кейін сол таңдайтындар бар. Мысалы, сән және дизайн сияқты мамандықтарды. Сондықтан бұл жерден де ойлаймын, бұнда кейінірек толыққанда айта кетсек болады, кәсіби бағдарлауда өте маңызды негізі. Керемет. Жаңа бір сөздеріңізде шетелдік университеттердің филиалдары жайлы айтып кеткен болатынсыз. Енді оны қос дипломды бағдарлама деп те айтып жатады. Жалпы қазіргі уақытта осы 2025-26 жылғы түлектерге енді қандай мүмкіндіктер бар ол университеттерде? Жалпы ұбт нәтижесі бойынша ол жаққа түсе алады ма? Қанша жалпы ондай университет ашылды деген сияқты бір сұрақтарға жауап. Жаңа да айттық, бұл үлкен президенттің тапсырмасы, үлкен бір жоба.
Қазақстанды жалпы орталық Азияның академиялық хабына, яғни орталығына айналдыру. Осы бағытта ғылым және жоғары білім министрлігі соңғы жылдарда 30-дан астам стратегиялық серіктестік орнатты. Соның нәтижесінде Қазақстанда шетелдік жоғарғы оқу орындарының филиалдары және қосдипломдық бағдарламалары іске қосылып жатыр. Бірнешеуін бағанада атап өттік. Мысалы, Астана қаласында бұл Кардифф университеті толыққанды филиал ретінде кіріп жатыр. Кавентри толыққанды филиал ретінде осы жақта жұмыс істеп жатыр. Одан кейінгі мына солтүстіктегі Петропавл қаласында Аризона университеті американдық міне 3-ші жыл қатарынан жұмыс істеп жатыр. Ең алғашқылардың бірі болып ашылған. Және қызық бір осында бір статистикалық мәлімет бар. Осыдан 1 жыл бұрын Астана қаласын астаналық 30 талапкер Қозыбаев университетіне оқуға түскен екен. Бұл негізінде 30 деп қана көрілуі мүмкін, Фархат мырза, қайдағы жоқ. Бірақ негізінде бұл өте маңызды бір өзгеріс қой. Бір түбегейлі адамдардың санасындағы бір өзгеріс деп айтуға. Негізінде керісінше бәрі өңірлерден Астанаға келуге тырысады оқуға. Бұлар Астананың төңірегіндегі мектеп емес. Астананың қаласының 30 түлегі 1 жыл бұрын Қозыбаев университетіне оқуға түскен екен. Не үшін? Аризона университеті үшін. Ал қандай артықшылықтар бар жалпы ондай университетте оқуға? Қазір айтамын. Одан кейін мысалы Ақтөбеде айттық. Не ашылды? Херет Уат университеті ашылды. Бұл жерде одан кейінгі Қызылордада Сеултех университеті бар. Түркістанда Вусонг университеті. Мына өткен жылы Астана қаласында МГИМО-ның Ресейдің ең мықты мына шетелдік дипломаттар, жаңа айтып отырмыз ғой, халықаралық қатынастар дипломатия бағыты бойынша дайындайтын өз филиалын ашты. Міне алғашқы студенттерін өткен жылы қабылдады. Бұның бәрі әрине үлкен бір мүмкіндік. Өте үлкен бір мүмкіндік. Мысалы, Гонконгтың университеттері, CTU деген университет бар. Естіген боларсыз Гонконгтағы. Солның бағдарламасы қазіргі кезде Сатпаев университетінде бар. Біріншіден бұл жерлерде бұл керемет бір мүмкіндік біздің қазақстандық талапкерлерге. Яғни өз елімізден, өз жерімізден шықпай, халықаралық деңгейдегі білім алып, халықаралық деңгейдегі дипломға ие бола алады. Біріншіден, бұл жерде мемлекеттік грант бөлінеді. Және біз атап өткен барлық Қазақстанда бұл ашылып жатқан шетел жоғарғы оқу орны филиалдары және бағдарламасына мемлекеттік грант негізінде оқу мүмкіндігіне ие біздің талапкерлер. Яғни УБТ нәтижесі бойынша. УБТ нәтижесі бойынша. Бұл жерде қараңыз. Кейбір университеттерге бұл жерде енді 30-ға жуық қой филиалдардың жалпы олар әр біреуінің өзінің қосымша қабылдау емтихан жүргізеді. Шарттары бар. Сол себептен бұл жерде әрине УБТ-ның сертификаты керек. Және бұл университеттің басым бөлігіне бұл ағылшын тілі. Әрине ол жерде халықаралық деңгейде болғаннан кейін ол жерде міндетті түрде білім ағылшын тілінде беріледі. Сол себептен талапкер де өзінің ағылшын тілінің деңгейін дәлелдейтін, мысалы, TOEFL бола ма, немесе IELTS сертификаты міндетті түрде болу керек. Ол жерде де әр филиалдың өзінің бір талабы бар. Бір жерде 5-те 0 қабылдаса, бір жерде 6-да 0 несімен қабылдайды. Және жаңа айтып отырғандай, оқу барысында талапкерлерге сол филиалда ашып отырған негізгі университеттен де барып оқу мүмкіндігіне ие болады талапкер. Енді бұл жерде шарттар әр университетте әртүрлі. Бір университеттерде, мысалы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің базасында ашылған солтүстік батыс Қытай университеті бар. Ол жерде 2-2. Білуімше, 2 жыл Қазақстанда оқиды бакалавр, 2 жыл барып Қытайда оқиды. Кейбір университеттер, мысалы, 1 семестр. Кейбіреуінде 1 жыл, бірнеше ай. Бұл енді әр университеттің шартына қарай, бірақ міндетті түрде барып сол жерден тағылымдамадан, яғни өтеді талапкер. Сондықтан бұл керемет бір мүмкіндік. Әсіресе мен 10-шы сыныпта оқитын талапкерлерге болған кеңес берер едім. 10-шы сыныпта оқып жүргенде ағылшын тілі IELTS сертификатын алып алса, яғни сертификаты болса, 11-шы сыныпта тек академиялық жағын оқып, содан кейін жаңа филиалға барып оқуға түсу мүмкіндігіне. Кәдімгідей мемлекеттік грант бөлінеді Фархатымға. Толығымен мемлекеттік грантта оқиды. Яғни себеп білесіз, ол филиалдарда, мысалы, бір Кардифф университетінде оқу, немесе бір Херет Уат университетінде оқу, ол қазақстандық біздің оқу ақысынан әлде қайда көп. Мен қарапайым ғана бір кейсті түсіндірейін. Өткен жылы
мына республика бойынша ғылым және жоғары білім министрлігі ұйымдастыруымен Study in Қазақстан деген көрме өтті. Бұл Қазақстан ішінде, сонымен қатар шетелде де өткен болатын. Мына Лондон қаласында бет-шоуда болды, Әзірбайжанда болды, бірнеше елде болды. Биылғы жылға да жоспарланған Монголияда, Малайзияда сияқты нелер бар. Мына Қазақстан ішінде Study in Қазақстан көрмесі Қазақстанның көптеген облыс орталықтары мен республикалық маңызы бар қалаларда сол көрме өткен болатын. Сол Астана қаласында осы Момышұлы бойындағы оқушылар сарайында сол көрме өтіп жатқанда бір талапкер келген екен. Херет Ваттың өкілдері Ақтөбе Жұбанов айтты: сіздер мынау Херет Ватт университеті ме? Иә, Херет Ватт. Херет Ватт университетінің бір ерекшелігі, ол жерде one Херет Ватт деген бір принцип бар. Яғни Ақтөбеде оқытылып жатқан бағдарлама мен Дубайда оқытылып жатқан бағдарлама, Эдинбургта оқытылып жатқан, сонымен қатар Малайзияда оқып жатқан бағдарлама бір. Сіз келген уақытта кез келген ауысып, сол жерде өзіңіздің оқуыңызды жалғастыра аласыз. Соны айтады дейді: мен Малайзиядағы Херет Ваттқа барып құжаттарын, admissionге құжаттарын тапсырдым, және ақылы негізді оқу үшін 10 миллион теңге біздің ақшамен ата-анам төлегелі жатыр депті. 10 миллион теңге жылына. Сонда 4 жылда қанша? 40 миллион. Сонда айтты: мен сонда мына Ақтөбедегі кампусқа грантқа түсіп кейіннен оқи аласың депті. Жаңағы айтты: мен бұл мүмкіндікті білмеппін. Бұл керемет бір мүмкіндік қой. Демек біз 40 миллион теңгені ата-анамның үнемдеуге мүмкіндігі бар екен, егер мен грантқа түссем. Сондықтан бұл қарапайым ғана бір кейс. Менің осында біздің талапкерлер несінде қолдану керек. Бұл жерден енді ең маңызды ақпараттандыру ғой, Фархат мырза. Өте маңызды ақпараттан. Биыл да бір көрмелер жалғасады. Сәуір айында жоспарланып отыр. Қазақстанның бүкіл облыс орталықтарында және республикалық маңызы бар қалаларында осы филиалдың өкілдерімен, ғылым және жоғары білім министрінің өкілдерімен әр облыс орталығына барып бұл көрмелер өтетін болады. Біз бұны да қосымша министрлік жариялайды, ұлттық тестілеу орталығы арқылы, министрлік арқылы, және бұл көрмеге тек қана талапкерлер ғана келіп емес, тіпті ата-аналар да келіп мен қатысу керек. Бұл сұрақ бізде бар еді. Study in Қазақстан жыл сайын болып жатқан бір дәстүрге айналды деп айтуға болады. Міндетті түрде оқушылар, ата-аналар бұл подкаст көріп жатқан қатысуға міндетті деп ойлаймын. Біз қаласаңыздар сіздер арқылы бұл ақпаратты жариялайық. Керемет болады. Қай уақытта, қай күндері, қай қалада өтеді екен, сол етуге болады. Жақсы, рахмет. Келесі сұраққа онда кезек берейік. Жақын арада қаңтар роботасы аяқталған болатын. Ұлттық тестілеу орталығы мынандай бір кішігірім статистикалық мәліметтермен бөліскен болатын. Яғни орташа балл бүкіл талапкерлердің 184 мың оқушы тапсырған, соның орташа балл 64 балл болды, ал шекті балды асқандардың пайызы 69% болған болатын. Енді мынандай бір кішігірім, енді сіз мұғалім, педагог болғаннан кейін сізге бір сол жағыңызда бір сұрақ қойсақ, енді орташа балл 64 деген сөз, бұл көп оқушылар осы 70 балл, 65 балл, 80 балдың көлемінде жинап жатыр деген бір мағынаны білдіреді ғой. Енді осындай оқушыларға дайындықта қандай кеңес берер едіңіз? Сол жайлы бір жаңа атап өткеніңіздей 184 мың талапкер жалпы ұбт-ны тапсырған екен. Бұл өте жоғары бір көрсеткіш. Мен әлі есімде, мен ұлттық тестілеу орталығында директор болып жұмыс істегенде 2022 жылдың ең алғаш ұбт өткізген болатын. 2022 жылдың қаңтарында 104 мың талапкер тіркелген болады. Оны қараңызшы, арадан бір 4 жылдан кейін 80 мыңнан астам талапкер, ол 104 мың тіркелді. Оның бәрі тапсырған жоқ қой. 97 ма сондай ғана тапсырған болатын. Қарасаңыз, екі есе өсім болып отыр ғой. Бұл бір. Бірақ енді нәтиженде мен де ұлттық тестілеу орталығы жарияладығынан кейін қарадым. Нәтиже өте жоғары емес. Енді бұл қаңтар ұбт-сы дейміз, жаңа айтып өткенде орташа балл 64. Ал енді 68% ғана талапкер шекті балды өткен, демек 32% өте алмаған. Оны мен тіпті есептеген болдым. 58.880 талапкер жалпы шекті балл дегеніміз сол 50 балл. Соны өте алмай отыр. Бұл ол жағынан қарасаң жақсы бір көрсеткіш емес. Біз позитив жағынан қарайық, жаман деп айтпайық, жақсы бір көрсеткіш емес. Бұл көп жағдайда жалпы бізде бұл тағы да келіп, біз неге тірелеміз білесіз, Фархат мырза? Профориентацияға тірелеміз. Кәсіби бағдарлау. Біз бұны әрқашанда айтамыз. Қазіргі кезде оқу ағарту министрлігі де бұны қолға алды. Жоғары жақтан да қадағалау бар. Бір маңызды бір мәселе бар. Өкінішке қарай көптеген эксперттер де бұны айтады.
жалпы қазақстандық талапкерлердің негізгі басты алға қойған мақсаттары ол мамандық емес, грант дейді. Екіге бөлінеді. Иә, бұл жалпы грант деген нәрсе қайдан шықты? Бұл жерде біз осы салада жүргеннен кейін, жалпы ұлттық тестілеу орталығына дейін де мен мұғалім болдым, осы салада жүрдім. Қазіргі кезде ғылым және жоғары білім министрлігінде негізгі мен жауапты бағытымда осы кәсіби бағдар жұмыстары. Өкінішке қарай осы мамандық таңдауда біз өте маңызды бір кейіпкерді ұмытып кетеміз. Незе біздің фокусымыз бәрі кімге? Ол талапкерге. Оқушыға бүкіл семинарды оқушыға өтеміз, бүкіл тестті оқушыға жасаймыз, ентінің пробныйынан өткіземіз, реформалар жасалынып жатыр. Бірақ өте маңызды бір кейіпкер бар. Оқушыдан да маңызды. Негізгі шешімдің басым бөлігі қабылдайтын біздің Қазақстандың жалпы жүйесінде біздің менталитетіміз ол ата-ана. Ата-ана. Онда сіз өте жақсы білесіз деп ойлаймын. Осыдан 2 жыл бұрын Ыбырай Алтынсарин академиясы, білім академиясы бір зерделеу жүргізген. Сол зерттеу бойынша жалпы Қазақстандағы қателеспесем 80-90% өте жоғары. 90% ғой деймін. Мамандық ата-ана тарапынан таңдалады екен. Бұны енді ата-анаға айтсаңыздар, ата-аналар бұны көп қабылдамайды. Мен де қабылдамаймын. Жоқ, біз айтпаймыз. Қазір кездегі балаларымыз бізді тыңдамайды. Бұлар мүлдем басқа ұрпақ, Z ұрпағы деген сияқты. Өткенде жылы Кавентри университетінде өткен 2025 жылдың түлектерімен кездесу өткізіп жатырмын. Бүкіл Қазақстан әр өңірлерінен балалар жиналған екен. Соны оларға айтып жатырмын, сіздер Z поколениясыздар. Олар айтады, ағай, біз Z емеспіз дейді. Z-тің соңғы бір лебіміз, және альфаға сәл жақындауымыз дейді. Соптен мен оларға өзім ата қойып қойғам, Z Pro Max деген. Z Pro Max. Олар айтады, мына Z Pro Max ұрпағы бізді тыңдамайды, бізді құлақ аспайды. Бірақ мен ата-аналарға айтам, сіз білесіздер ме, ол жерде жаңағы Алтынсарин академиясының жүргізген сауалнамасында ол жерде ата-ана тарапынан таңдалады дегені бұландай деп тұр. Ата-ана тарапынан немесе ата-ананың ықпалымен. Ата-ананың ықпалы деген не? Біз негізде қазіргі кезде балаларымыздың бәрімізді қойғанда, біз негізде жалпы өзімізде мамандық туралы балаларымызбен көп сөйлесе қоймаймыз. Біз көбінесе ұбт-ны сөйлесеміз. ұбт деген және грант деген мамандықтар жоқ, жоғарғы оқу орында жоқ. Мысалы, бізде қалай болады? Көбінесе біздің бас қосуларымыз ол дастархан басында болады. 11 сыныптың басында, қыркүйекте ата-ана жиналысына барып келгеннен кейін біз оянамыз ата-ана ретінде. Соны айтамын, балам, кім боласың емес. Біздің саған бір қояр бір ғана шартымыз бар дейміз. Сен биыл грантқа түсуің керек. Мен барлығы деп отырған жоқпын, Фархат мырза. Бұны ата-аналарымызда, мен де өзімді ата-анамын ғой. Дұрыс түсінейік, басым бөлігіміз солаймыз. Енді ойлаңызшы, бала мына жерге тапсырма алады. Демек, ата-анамның көңілін алу үшін, ата-анамның мен алдыма қойған үмітін ақтау үшін мен қайда түсуім керек? Грантқа түсуім керек дейді. Мамандыққа емес. Мен ата-аналарды мен әрқашан кездескенде, өнерлерді аралап жүргенде сұраймын, құрметті ата-аналар, айтыңыздаршы, өтініш сіздерге. Грант деген мамандық бар ма? Грант деген жоғары оқу орны бар ма? Жоқ қой. Неге онда біз баламызды онда бейімдейміз? Бірінші баланың мамандығын анықтауымыз керек. Енді бізде қараңыз. Математика мен физиканы талапкерлердің басым бөлігі тапсырады бізде. Қаңтар ұбт-да да көш бастап кетті. Бұрындары химия, биология сәл жақындаушы еді, осы жолы мүлдем алып кетті. Бірақ бір қызық бар, бір нонсенс бар. Білесіз бе қандай? Қаңтар ұбт-да қателеспесем, 2026 жылдың қаңтар ұбт-сында математика мен физиканы тапсырған талапкерлердің орташа балы 57 ма солай болды. Ең төмен. Ең төмен. Негізі математика мен физиканы егер бала таңдаса, ол оған жақсы жауап беру керек қой, солай. Мен логикамды түсіндіңіз ба? Математика мен физиканы таңдаған бала, ол математика мен физиканы жақсы білгендіктен оны таңдау керек. Сол жақта техника, бізде неге оның нәтижесі төмен, білесіз ба? Себебі балалардың барлығы ол жерге көбінесе грант үшін барады. Ең көп грант бөлінеді. Себебі математика мен физикаға өте көп грант бөлінеді. Ол жерге 50 балмен де грантқа түсіп кететін кейбір мамандықтар бар. Және ол жерде таңдау өте көп. Мысалы, дүниежүзі тарихы мен құқықты таңдаған балада ұбт-ға грант конкурсына барған, ол бір ғана мамандық таңдай алады, ол құқық. Одан басқа мамандық жоқ. Болды. Ал физиканы таңдаған балада онда 30-ға жуық бағыт бар.
Сол себептен біздің балалардың физиканы таңдау себебі сол. Өмір бойы 7-ші сыныптан физиканы оқымайтын талапкеріміз 11-ші сыныпқа келгенде бет бұрыш айтты ғой, мен физика тапсырамын дейді. Негізінде біз ата ана ретінде бір ойлануымыз керек қой. Мына балам өмір бойы физиканы оқыған, қалай физика оқиын тапсырайын деп жатыр. Жарайды, бір нәрсе қылып тапсырар, бірақ ертең университетке барғанда қалай оқиды. Сол себептен ұмытпауымыз керек болған маңызды бір мәселе бар. Кейбір техникалық мамандықтарға Фархат мырза түсу оңай, бірақ оқу қиын. Мектепте қарапайым физика мен математиканы меңгере алмаған бала жоғары оқу орнына барып ертең жоғары математика мен арнайы техникалық пәндерді меңгере алмайды. Бір қысқаша ғана бір не оқып берейін, көп уақытыңызды алмаймын. Мына жерде бір талапкер маған жазып отыр. Биылғы жылы 2022 қазанда. Сәлеметсіз бе ағай дейді. Мен универде бірінші курс грантта оқып жатырмын дейді. Грантта оқып жатыр бірінші курста. Енді осы жылы басынан ұбт тапсырып грант жеңе аламын ба дейді. Грантта оқып жатқан бала қайтадан ұбт тапсырып грант ұтып алғысы келеді. Әрине болады деп мен жауап беремін. Маған қызығы сол баладан сұрайын ғой, талапкерден. Неге оқып жатқан мамандықтан және гранттан бас тартып жатырсыз дейді. Баланың берген жауабы, қалаған мамандығын емес еді ағай дейді. Бала грантқа түскен ғой, бірақ бақытты емес. Неге? Себебі қаламаған мамандығына грантқа түсіп кеткен. Оқи алмайтын мамандығына. Және бұндай хабарламалар өте көп бар. Бұл қазіргі кезде көп емес, мына бірінші сессиядан кейін жаза бастайды. Ретекқа кетеді, фейл жазады. Бірінші кезекте мен ойлаймын, мына қазіргі кездегі балалар әлі көп өзінің мамандықтарын ауыстыратындар бар. Міне таңдап қойған балаларға ештеңе айта алмаймыз. Бірақ енді қаңтар, міне қазір келді ақпан, екі айдан кейін негізгі ұбт басталады ғой. Дайындық жағына келетін болса, мына нәрсені айтқым келеді. Барлығы қаңтар ұбтысын тапсырды, немесе ұлттық тестілеу орталығының сайтында байқау сынақтарында тапсыру мүмкіндігіне ие. Қазіргі уақытта ұлттық тестілеу орталығының тест тапсырып болғаннан кейін тақырыптық аналитика бар. Тақырыптық аналитика дегенімізде сізге қай тақырыптардан және қай тақырыптардан сұрақ келді, және сіз оған қаншалықты дұрыс әлде бұрыс жауап бердіңіз. Сондықтан талапкерлер ұбт тапсырып болғаннан кейін соны қолдарын алып, мен Қазақстан тарихынан мені ұлт азаттық көтерілістерден жаңа заманнан оқулықтар көп екен. Демек мен соған біраз маңыздылық берейін деп, осындай тақырыптық аналитикамен жұмыс істеулеріне болады. Және қазіргі уақытта да сол ғой Фархат мырза. Енді қазір пәндерін анықтады. Қазіргі уақытта бізде өкінішке қарай талапкерлердің де, мен бұрын соңында осы салада жұмыс істеген байқайтын бір нәрсем бар. Ол адамның жалпы психологиясы өзі солай. Біз әрқашанда қиындықтардан қашамыз. Қиындықтарға барып жеңетін болсаңыз, сіз қахраман боласыз, бірақ көбі олай болғысы келмейді. Сондықтан талапкерлер көбінесе былай істейді. Қай пәнді жақсы білсе, соған дайындала береді. Мынаған жақындағысы келмейді. Негізінде ол сен жақсы істейтін пәнін и так ол жақсы білесің, сен мынаған біраз көңіл бөлуің керек. Математиканы төмен бөлсе, математикаға көңіл бөл. Қазақстан тарихын қайта-қайта оқи берме. Немесе математиканың керемет болып Қазақстан тарихы болса, себебі ұбт-да әр балл өте маңызды. Әр балл өте маңызды. Бір балға байланысты грантқа түсе алмауымыз да мүмкін. Конкурсқа байланысты. Конкурста. Көп рахмет. Оқушыларға пайдалы болады деп ойлаймын бұл кеңестеріңіз. Енді жаңа сіз бір персонаж туралы айттыңыз, ата-ана. Енді жаңа кейс болды, ата-ана дұрыс емес грант деп айтатын болса, оқушы былай жасайды, грантқа түсуге тырысады дедіңіз. Ал егер былай болатын болса, оқушы грант мамандық дұрыс таңдады, ата-ана тарапынан енді ұбт-ға дайындық бастау керек, бала қандай қолдау көрсетілу керек? Немесе керісінше қандай кедергі келтірмеу керек деп бір сұрақ қойсақ, ата-ана ретінде. Бір жалпы мамандық таңдау өте маңызды және күрделі бір шешім. Мен кейбір кезде былай айтам. Бұл енді біраз қызық естілуі мүмкін. Кейбір жағдайларда біз баламыздың бітіру кешіне ұлдарымызға костюм, қыздарымызға көйлек таңдағанда мамандық таңдамаймыз ғой. Көйлекті таңдағанда қалай барып бәріміз жұмыла таңдасақ, өлшемін бәрін қарап, түсін қараймыз. Мамандықта негізі солай таңдалу керек. Мамандықты баламен отырып сөйлесуіміз керек. Кейбір кезде ата-ана мен баланың білмейтін нәрселер бар. Сынып жетекшісіне барсын, мұғалімдеріне. Себебі мысалы дейік, бір баланың, мысалы қазіргі кезде байқаймын, мына қабілет анықтау тесттері бар. Соны көп талапкерлер интернеттен жазады, немесе арнайы барып жазатындар бар. Соны жазады да, одан кейін айтады, мен қабілет, мысалы дейік, қарапайым ғана бір мысал берейін. Бір талапкердің тест тапсырды, айтты, сіз
дәрігер бола аласыз деді. Менің қабілетім бар дәрігер болуға. Жақсы. Мен айтамын, ата-анам шығады, айтады, вот мына психологтан шықтық, мен балам оказывается дәрігер бола алады екен. Бардық, химия мен биологияны таңдадым, бірақ алып жүрген балым 65. Енді қараңызшы, бір дағдым бар, мен қабілетім бар. Иә, мен қабілетім бар. Бірақ менің сол қабілетті одан ары дамытуға академиялық негіз жоқ менде. Мен 65 балл алып отырмын. Медициналық бағытқа түсу үшін кем дегенде ақылы 70 балл керек. Енді сонда қарасаңыз, бір жағынан дағдым бар, бірақ бір жағынан академиялық білімім төмен. Енді мен бара аламын ба? Сол себептен мамандық таңдағанда да осылардың бәрі жан-жақты қарастыру. Бір, баланың дағдысы. Қабілетің бар ма? Сенің бар. Бірақ сен сол қабілетінде оқи алатындай сенде академиялық білімің бар ма? Бар. Сол академиялық біліміңді жоғарылата алатындай сенде мүмкіндік бар ма? Ол үшін не істейсің? Қосымша дайындаласың ба? Қай кітаптарды оқисың? Не істейсің? Қандай мамандарға жүгінеміз? Одан кейінгі маңызды мәселенің бірі бұл университет таңдау. Қай қалада оқисың? Қай мамандыққа барасың? Не істей аласың? Мысалы, бізде мына мегаполис фактор бар ғой, барлық талапкерлер басым бөлігі әрине түсінеміз, әсем қала Алматы мен бас қала Астанаға келуге тырысады. Бірақ өкінішке қарай кез келген талапкердің балы және кез келген ата-ананың қалтасы Алматы мен Астананы көтере бермейді. Осыны да ескеруіміз керек. Сондықтан бұл жағдайларда өңірлік университеттерге де басымдық беру керек. Университеттердің бәрі тек қана Алматы мен Астанада емес, қазіргі уақытта кейбір бағыттар бойынша, кейбір мамандықтар бойынша өңірлік университеттер Астана мен Алматының университеттерінен кем түспейді. Бір деңгейде, немесе кейбір бағыттар бойынша тіпті жақсы негеден беріп жатыр білім. Сондықтан осының бәрін мен ойлаймын ескеріп, осының бәрін етіп шешім қабылдау керек. Енді ата-ана ретінде біз көп жағдайда қазіргі кезде енді уақыттың тапшылығы болған заман ғой. Мынау қанша уақытымызды алады, біздің жұмыс қанша уақытымызды алады. Кейбір кезде біз балаларымызға қарапайым бір сөйлесуге қолымыз жетпей жатады. Жай ғана отырып бір ештеңе қарамай, телефонның бәрін алып тастап, жай ғана сұрап, балам, сен қалың қалай өзі? Сен дайындалып жатырсың ба? Сен ұбт-ны тапсырсаң да, тапсырмасаң да, сен біздің баламызсың. Біз сені әрқашан қолдауға дайынбыз. Ол мен ойлаймын осы маңызды. Себебі қазіргі кезде бір байқағаным, мына ұбт-ға дайындайтын курстарда нелерде өте көп қой. Кейбір кезде біз ата-ана ретінде өзіміз былай ойлаймыз. Міне, баламды курсқа бердім, ақшаны төлеп жатырмын, болды. Мен сені мәселені шештім. Бірақ біздің кейбір кезде балаларымыз қарапайым ғана біздің қолдауымызға ғана мұқтаж. Жылы сөзімізге мұқтаж. Басынан сипағандығымызға мұқтаж. Ол қалым білу бөлек қой. Балам, қалай болып жатыр? Дайындықтарың қалай? Үлгеріп жатырсың ба? Үлгермей жатырсың ба? Сондықтан әрине 11-ші сыныпқа келгенде біз қанша жағынан айтсақ та, ұбт-ны 5 рет тапсырып жатса да, қаншама жағдайлар жасалып жатса да, ұбт-ға шоколад алып кіруге де болады, су алып кіруге де болады деп жатсақ та, бала ұмытпау керек бұл нәрсе бар, баланың аты бала. Ол уайымдайды. Кез келген адам уайымдайды. Сондықтан осы жағынан біз ата-ана ретінде мен ойлаймын қолдау көрсетуіміз керек. Түсінікті. Көп рахмет, Руслан Тоқтарбекұлы. Бүкіл сұрақтарға өте толыққанды тұшымды жауап бердіңіз. Эфирде көріп отқан ата-аналар болсын, оқушылар болсын, білім саласындағы мамандар болсын, өздеріне керекті бір ақпарат алды деген үміттемін. Сізге уақыт бөліп келгеніңізге үлкен рахметімізді айтамыз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет, сәттілік.